Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде оқу және тіл дамыту сабағы. Біз халық ауыз әдебиеті бөлімін аяқтадық. Енді бүгін біз жаңа бөлім 19 ғасырда қазақ әдебиеті туралы өтетін боламыз. Бүгінгі күннің ретін жазамыз дәптерімізге. Қазанның 13-ші сейсенбі 19 ғасырда қазақ әдебиеті. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім Құдайбердіұлы кім екен? Алдымен біліп алайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, композитор, аудармашы. Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Шәкәрім 5 жасынан бастап өз ауылындағы молдадан арабша білім алады. Көбінесе біз бұрынғы ақын жазушыларымыз оқыған кезде олар алдымен ауыл молдасынан білім алады. Өйткені дәл қазіргідей бұрында мектептер болмаған. Естеріңе сала кетейін. 7 жасынан Абайдың тікелей тәрбиесінде болады. Абай табиғатынан зерек, Шәкәрімнің талантты ақын, парасатты ой иесі болуына зор ықпал жасайды. Кәдімгі Абай Құнанбаевтың тәрбиесінде болған екен. Және Абай Құнанбаев та оның алғырлығын, зеректігін байқап қалады. Және оның әр қарай дамуына өз үлесін қосқан екен Абай Құнанбаев. Ол парсы, араб, түркі, орыс тілдерін білген. 7 жасқа толғанда әкесі Құдайберді дүниеден қайтады. Құдайберді ұлы деп тұр ғой, әкесінің аты Құдайберді. Ол 7 жасында дүниеден әкесі қайтып кетеді екен, қайтыс болады. Сол күннен бастап ол Құнанбайдың қолында тәрбиеленеді. Құнанбай дегеніміз ол Абайдың әкесі. Оның Қалқаман мамыр, Еңлік кебек, Нартайлақ Айсұлу, Әділ Мария романы және басқа да прозалық туындылары, аудармалары, тарихқа, философияға қатысты еңбектері бар. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, қазақ айнасы, Қалқаман мамыр, жолсыз жаза яки көз болған іс, Еңлік кебек, мұсылмандық шарты, Ләйлі Мәжнүн тағы басқа шығармалары жарық көрген екен. Енді алдымен біз бүгін Шәкәрім Құдайбердіұлының Адамдық борышын деген қысқаша ғана өлеңін үзіндісіне өлеңнен оқитын боламыз. Алдымен біз мына сөздерді жазып аламыз. Адамдық борышын деген ол міндетің, борыш деген міндетің деп саналады екен. Айнымай деген, айнымай қалыпты дейді ғой, ұқсайды дейді. Ал тұл ол өнімсіз нәтижесі деген мағынаны білдіреді екен. Одан кейін нені жазып аламыз, есте сақта дейді. Менің борышым еңбек ету, білім алу және талаптану. Енді мен сіздерге өлеңді оқып берейін. Адамдық борышың. Халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Әр адамның міндеті халқына еңбек ету. Сол еңбек жолында ол ешқандай жолдан таймай, ақ жолдан таймай деп айтамыз ғой, жаңағыдай ақ жолдан таймай, өзінің жаңағыдай намысын, арын сақтап, тек еңбек жолында адал қызмет етуді айтады. Сонымен біздің адамдық борышың, әр адам өзінің міндеті ол халқына еңбек ету, және еңбек жолында ол адал еңбек етуді айтады. Талаптан да біліммен өнер үйрен. Білімсіз өнерсіз болады ақылтыл. Талаптан дейді. Біліммен өнерді үйрен дейді. Білім дегеніміз ол жаңағыдай кітап оқу, кітап оқу, көптеген үйірмелерге қатысу, барынша жан-жақты болу дейді. Өнер үйрен, домбыра тартуды үйрен, басқа да өнер түрлерін үйрен. Адам жан-жақты болу керек екенін айтады. Тек қана бұл мен 7-ші класстың кітабын оқуым деген болмау керек. Одан да бөлек ертегілер жинағын оқу керек, өлеңдерді жаттау керек. Бір балалар болады, отан туралы мақалмат елдесең, отан туралы мақалмат елді біледі. Отан туралы өлеңсең, сондай жан-жақты болуды айтады балалар. Ал өнер үйрен дегеніміз ол тоғызқұмалақта ойнау, дойбыда ойнау, дойбы ойнау, және домбырада, баянда ойнау, би билеу, оның барлығы өнер. Сондықтан бала тек бір жақты болмау керек, жан-жақты болу керек дейді. Ал білімсіз, өнерсіз, егер сен білімің, ешқандай өнерің болмаса, онда сен бір болады ақылтыл. Онда сен ешкім емессің дейді. Бір әйтеуір жүрген адамсың дейді. Барынша білімді, өнерлі болуға тырысу керек дейді. Енді өлең түсінікті деп ойлаймын. Біздің балалардың барлығы ақылды, білімді, өнерлі. Әрқайсымыз біз мектеп қабырғасында үйірмелерге қатыстық. Енді үй жағдайында кітаптарды оқып,
және анамызға көмектесіп, ұлдар әкесіне көмектесіп, оның өзі еңбек, оның өзі сен жұмсалған сайын, көмектескен сайын ата-аналарыңа шыңдала түсесіңдер, иә. Бүгін мамаларың бауырсақ пісірсе, сендер де келесі жолы бауырсақ пісіруге уже үйреніп тұрасыңдар, иә. Оның өзі өнер, ас дайындауда өнер. Мінекей. Және мамаларыңыз сіздердің қыздарға ілгектерін тігіп берсе, сен де соны үйреніп алып, дәл солай ілгегін тігіп алсаң, ол тігінде өнер екен, балалар. Сондықтан үй жағдайында босқа жатпаймыз, телефон ақтарып немесе ойнай беріп, барынша кітаптар оқимыз. Теледидардан немесе телефоннан тек қана жаңа ойындар емес, қазақша неше түрлі ертегілер бар. Мысалы, кішкентай бауырларыңа ертегі айтып берудің өзі өнер, оның өзі білім, иә. Мінекей балалар, тақырып сенде біздің осы жас ерекшелігімізге байланысты түсінікті деп ойлаймын. Енді жаңа есте сақтадық, менің борышым, менің міндетім ол еңбек ету, білім алу және талаптану. Талаптану деген бір затқа үйренемін деп әр адамда не болу керек, талаптану керек. Сендер еңбек етіп жатсыңдар, ата-аналарға көмектесіп жатсыңдар, білім алып жатыр, күнделікті сабақты орындап жатыр. Ал талаптану әр жаңа нәрсеге, өзіңде болмаған, өзің жасап көрмеген жаңа нәрсеге талаптану керек екен. Балалар, тақырып түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Мен сіздердің кері байланыс күтемін.